саламатсыздарбы оқушылар? Мен Қостанай облысы Әулиекөл ауданы Коқтал орта мектебінің өзін-өзі тану пәнінің мұғалімі Бержанова Алмагүл Идиятқызы. Тақырыптың аты «Ақиқатты іздеу жолында. Ақиқаттану тұлғаның дамуы мен қалыптасуының жолы». Бүгінгі сабақтың құндылығы дұрыс әрекет қасиеттері: өзін-өзіне адал болу, шыншылдық, ойдың, сөздің және істің бірлігі. Сабақтың мақсаты оқушыларға өмірдегі орын дұрыс әрекетте болғанда ғана табатынын түсіндіру. Міндеттері: өмірде басқалар туралы жаман ойламауға үйрету, дамытушылық, өз-өзіне сенімді болуға ықпал жасау, тәрбиелік, өсек айтпауға, әдепті болуға тәрбиелеу. Сіздерді бүгінгі сабақта 5 тын ережесін сақтауға шақырамын. Олар: тәртіп, тазалық, талап, тыныштық, татулық. Бүгінгі сабақта жақсы көңіл-күй орнатайық. Суд асты патшалығына саяхатқа барамыз. Денелеріңізді түзу ұстаңыздар. Көздеріңізді жабамыз. Терең тыныс алып елестетіңдер. Біз сіздермен теңіз түбіне саяхатқа барамыз. Ақырындап, орындарынан тұрып, кабинеттен шығып, далаға шығамыз. Қараңыздар, алдарыңызда теңіз. Елестетіңіз, сіз теңіз жағалауымен келе жатырсыз. Жалаң аяқ жүріп, құмның жылуын сезіп келе жатырсың. Теңізге қараңыз, сіздер бір ғана нүкте көріп тұрсыздар. Ол жақындаған кезде сіз ол қара нүктені дельфин екенін көрдіңіз. Ол сізді теңіз түбіне саяхатқа апаруға келді. Дельфин ең адал жануар. Сіз ақырындап дельфиннің үстіне отырып, қатты ұстап алыңыз. Сізді дельфин ақырындап теңіз түбіне жүзіп алып келе жатыр. Жан-жағыңызға қараңыз. Әртүрлі балықтар. Оң жақтарыңызға қарасаңыздар, қып-қызыл балдырлар. Сол жаққа қараңыздар, сары, көк түсті балықтар. Сізді дельфин ақырындап осы балықтардың арасымен жүзіп алып келе жатыр. Қараңызшы, алданызды 8 аяқ, ол өзі сондай үлкен. Теңіз түбі қандай ғажап десеңізші. Теңіздің түбінде тыныштықты сезіндіңдер ме? Осы тыныштыққа бір сәт отыра тұрамыз. Енді артқа қайтуға дайындаламыз. Дельфин сізді теңіз түбіне алып келе жатыр. Теңіз бетіне шыққанда беттеріңізге самал желдің үрлеп тұрған сезімдіңіздер. Дельфин сізді теңіз жағалауына алып келді. Сіз ақырындап дельфиннен түсіп, оған ризашылығыңызды білдіріп, оны сипаңыздар. Жылы құммен ақырындап артқа жүріңіздер. Мектеп есігін кіріп, өз кабинетіне оралыңыз. Өз орындарыңа отырып, жаңағы саяхатты елестейміз. Үйге берілген тапсырма: ақиқат жайлы мен не ойлаймын? Өз ойларында жазып, оқып берулерін керек етті. Бүгінгі сабағымыз дәйек сөзі: адам туа жаман болмайды, жүре жаман болады. Халық мақалы. Алғашқы тапсырма: ақиқат айнасы аңыз. Мұқият оқып шығыңдар. Ақиқат айнасы аңыз бойынша мына сұрақтарға жауап беріңдер. Ал енді балалар, шығармашылық жұмысты орындайық. Оқулықтағы 13-ші бетті ашыңдар. 6-шы тапсырмадағы ақиқат жөніндегі қанатты сөздердегі негізгі ойды анықтап, бүгінгі өмірмен байланыстырып, өз ойларыңды жазыңдар. Енді бәріміз топпен ән айтайық.
Жас ұландар әні. Сабақтың қорытындысы. Бүгінгі сабақтан алған игі қасиеттерімізді жүрегімізге қондырып, барлығымыз бірге дұрыс әрекет, дұрыс әрекет, дұрыс әрекет бар жерде, дұрыс әрекет, дұрыс әрекет, дұрыс әрекет бүкіл әлемде.